Алдамшы сағым. Көп адам өзін бақытсыз сезінеді. Өйткені олар өмірге бұрыс қарап, оны қате қабылдайды. Олардың бақытсыздығының себебі сыртқы жағдайда да, басқа кісілерде де емес, өздерінде. Олардың өмірге жасаған қате тұжырымдарында. Мұндай кісілер көбінесе, қашан менде пәленбай нәрселер болса, мен сонда ғана бақытты боламын деп ойлайды. Ол нәрселер қазір өзінде жоқ болып, жетпей жатқандар. Мысалы, машина, ақша, байлық, отбасы, жоғары білім, лауазымды қызмет, атақ, даңқ, тағы басқалар. Бұл тізімді шексіз жалғастыра берсек болады. Болғанда ғана бақытты боламыз деп ойлайды. Бұл кісілер суы жоқ шөл далада жүріп, алыстағы сағымды көріп алып, сол сағымға қарай жол тартқан жолаушы сияқты. Ол жүре береді, тоқтамай жүре береді. Ал енді сағым болса алыстай береді. Ақыры оған жете алмай, кенезесі кеуіп өлімге душар болады. Мұндай кісілер жұмыр басты пенденің қалауы шексіз екенін түсінбейді. Жақсы үй туралы қиялданып жүрген кісі ойындағыдай үйге қол жеткізсе, онда басқа қалау мақсат пайда болады да, ол сол қалауына жетпейінше өзін бақытсыз сезініп жүре береді. Сөйтіп бұл өмірдің аяғына шейін жалғаса бермекші. Ең жаман жері, мұндай адамдар ешқашан өзіндегі бар нәрселер туралы ойланбайды. Олар әрдайым өзінде жоқ нәрселерді аңсайды. Олар Алла берген нығметті бағалап, оған қуанғанды білмейді. Ақылмен алдын ала көре білген адам ешқашан мен анандай, мынандай болғанда немесе түгендей оқиға орындалса ғана бақытты болам деп айтпайды. Ол мен бақыттымын, өйткені менде анау да бар, мынау да бар деп айтады. Сонда ғана шынымен ақ бақытты бола алады. Егер Алла ондай қанағатшыл адамға онда жоқ, бірақ қалап жүрген нәрсесін тағы қосып берсе, ол өзін бұдан да бақыттырақ сезінбек. Мұндай кісінің бақытты болуына қандай да бір жақсылықтың кем болуы ешқашан тосқауыл болмайды. Ол жаратқанға берген бар нәрсесі үшін разы болып шүкір айтады. Сонда жаратқан оған жаңа жақсылықтарды тарту етеді және оған тағы үлкен жетістіктерге жетуге жәрдем береді. Осылайша ол кісі өзін бұрынғыдан да бақыттырақ сезінеді. Бұл кемелденген кісілердің бақытының сыры. Басқалар да олардан үлгі алса өте жақсы болмақ. Әлбетте, менің пейішім менің көкірегімде. Адамның бақыты оның өзінде, қолында, барын сезінуінде. Бірақ бұл дүниеде жанындағы бақытты байқамай жүрген қаншама кісілер бар. Асықпа. Жаратқанның заңы сол, әрбір нәрсенің өз уақыты бар. Ертең болатын нәрсе бүгін болмайды, ал енді бүгін болатын нәрсе сөзсіз ертеңге қалмайды. Біз көбінесе ертең болатын нәрсені уайымдаймыз. Асығыстық жасап болатын, бәлкім мүлдем болмай қалу мүмкін нәрселерге бас қатырамыз. Болашақта бізге бір нәрселер болып қалар деп ойлап алып, сол нәрселерден қорқамыз. Шындығында келешектегі сол нәрсе болуы керек болса болады және ертең немесе бір жұмадан кейін бізді не күтіп тұрғанын мүлдем білмейміз. Ал енді болмағанды бұлай ойлау, келеңсіздікті күту біздің бақытты болуымызға тосқауыл қойып, мұңаюымызға себеп бола алады. Не үшін біз өзімізге өзіміз қайдағы жоқ қайғыларды ойлап таба береміз? Не үшін болатын, бәлкім мүлдем болмауы да мүмкін нәрседен қорқа береміз? Бұл бізге жамандық қана ойлайтын шайтанның сүйген амалдарының бірі. Құранда Алла былай деп айтады: шайтан сендерге кедейлікті уәде қылады. Яғни ол біздің жан дүниемізге іштей мұңаюды кіргізіп, жаратқанға сиынудан және оған мойынсұнудан қалдырып, біздің иманымызды әлсіретіп, күнәға шақырып, кедейлікпен және басқа бәле кесапаттармен қорқытады. Енді ол сол ұмтылған нәрсесіне жетпей қалсын деп тілейік. Егер бүгін жаратқанның қалауымен бізде барлығы өз орнында болса, онда ертең де бұл жақсы жағдай бізді тастап кетпейді деген үмітке негіз бар. Алла тағала былай деп уәде еткен: егер шүкіршілік етсеңдер, нығметімді арттырамын. Демек, бізге берілген нәрселер үшін ризық білдіріп,
ризалық білдіріп, жаратқанға тәуекел етіп, одан жәрдем, қорғау, кешірім, жақсылық, денсаулық сұрап, біздің дұғаларымызды жауапсыз қалмайды деп үміт етуіміз керек. Біз ақыл есімізді түрлі ұнамсыз нәрселермен толтырып аламыз. Оның орнына шынында да маңызды болған, бізге де басқаларға да бақытты болуға жәрдем беретін, өзіміз бен айналамызға пайда алып келетін нәрселер туралы ойлансақ жақсы болмақ. Біз шынайы, дұрыс және ғажайып, жақсы және шарапатты, пайдалы және мағыналы нәрселерге жұмсайтын рухани күшімізді болмашы нәрселерге жұмсап жатырмыз. Мұңайма. Болар болмас нәрселерге мұңаюымыз біздің күш-қуатымызды алады. Дүниеге қара көзәйнекпен қарап, жарықты және ондағы жақсы нәрселерді байқамай, өзімізді бақытсыз сезінуге мәжбүрлейді. Болар болмас нәрселер үшін, мәселен, ауа райының бұзылуы, жоғалған ақша, сырқаттану, киімге жұққан дақ, сынған табақ және басқалар үшін қайғырып, көңіл күйін бұзуға татымайтын нәрселер үшін қайғыға бата беретін кісілер бар. Әрдайым қайғырып, кішкентай қиыншылықтарды ауырлатып, үйреніп қалған кісі әрдайым жүнжіп, пұшайман болып жүруімен өзінің өмірін ғана қор қылып қоймай, қоршаған дүниесінің сұлулығын көруге де өзіне өзі тосқауыл болады. Жан тыныштығы жоқ кісі оның бар екенін, жаратқанның шексіз күш-қуатын көрсетіп тұрған әлемдегі көптеген кереметтерді байқамайды. Болмашы ойлар кісіні ұлы және мағыналы нәрселер туралы ойланудан мақұрым қалдырады. Құран оқып жатқанда, намаз оқып сиыну сәтінде, ғибадат сәттерінде ойларын жинақтауға кедергі болады. Жаратылысқа ой жүгіртіп, ақыл ойды мағыналы нәрсеге бұру кісінің жан дүниесі мен иманы үшін өте маңызды. Бір күні өліп қалу мүмкін деген ой тыныштық бермейтін кісілер де бар. Бірақ біз білгендей, әрбір жан өлімнің дәмін татады. Өлім сөзсіз болатын нәрсе, және біз одан еш жаққа қашып құтыла алмаймыз. Ал енді бір күні өліп қалам деп қорқып, өмір бойы жылап қайғырған кісі үшін өмірдің қандай мәні қалды? Егер сен болар болмас нәрселер үшін сар уайымға салына беретін болсаң, онда өзіңе жаратушы тарапынан жазылған тағдыр сөзсіз іске асатынын еске түсір. Егер бір нәрсе болып кеткен болса, демек ол дәл солай болар еді деген сөз. Өйткені бұл дүниедегінің бәрі қалай болу керек болса, дәл солай болып өтеді. Кісі өзінің ақыл ойы шектеулі және әлсіз болғандықтан, әрдайым өмірінде болып жатқан оқиғаларға дұрыс баға бере алмайды және кейде оған жамандық болып көрінген нәрсе шындығында ол үшін ұлы жақсылық болып қалуы мүмкін екендігін еске алып жүр. Өмірге оң көзқараспен қара және бізді сақтаушы, қорғаушы, кешіруші, сүюші, қамтамасыз етуші, түзу жолда жүргізуші және бізге шексіз жақсылықтарды беруші, жәрдем беруші, жақсылық қалаушы жаратқанға ғана тәуекел ет. Ұнамсыз сөзге мұңайма. Біз көбіне біреудің жамандағанына немесе жай ғана айтқан сынына қапа болып сары уайымға батамыз. Ол соған татима. Егер сын пікір бір нәрсеге негізделсе және ол дұрыс болса, онда оның астарында біздің түзелуімізді қалау бар. Сондықтан біз оған разы болуымыз керек. Ал енді егер бізді жаратқанға мойынсұнып, одан қорқып, тақуалыққа ұмтылып, жақсылық жасауға әрекеттеніп, жақсы істерді шын ықыласпен орындап жүргенімізге қарамай, жамандайтын болса, онда бұл бәлкім жамандардың көреалмаушылығы, ол бізге ешқандай зиянын тигізе алмайды. Көбінесе бізді көре алмағандықтан жамандайды. Яғни біз одан қайсы бір жағымызбен асып кетсек, оның оған шыдауы өте қиын. Жаратқанның бізге жарылқап берген жақсы нәрсесі үшін бәлкім ол бізді жамандайды. Мұндай көре алмас қызғаншақтардан бізде сондай жақсылықтарға ие болуымыздың өзі күнә және үлкен қылмыс. Мұндай көре алмастықтан туған жаман сөздер бізге шыбын шаққан құрлы әсер етпеуі керек. Сөйлеп жатқан кісіге де, естіп жатқан кісіге де пайда әкелмейтін бұндай сөздерге құлақ салма, жауап қайтарма, оған тіпті наразы болма. Мұндай ақылсыздардан
жүзіңді бұрып әкет. Оларға сенің өміріңді уландыруына және бақытыңды бұзуына мүмкіншілік берме. Олардың сөздеріне жауап берем деп өзіңді пәс қылып, олардың деңгейіне түспе. Жаман, өсек, аяң сөздерден жоғары бол. Егер сені жақсы, тақуа және мақтауға лайықты кісілерді жамандауды әдетке айналдырғандар жамандаған болса, онда бұл қайғыратын нәрсе емес, бұл қуанатын нәрсе.